тұрған видеоларымның ішінде сала бастағаннан бастап дұрыс көріп жүрген Роза деген бір кіші шығар деп тұрып, тоже сіңілім шығар. Сол кісі бір сотқа түсіріп отырған, менің спортивка жоғарыда үйде отырған қалпым осы, мен қазірде үйде отырмын. Сол түсіріп отырғанда айтқаны бар, шашыңыз майланып кетті, кекіліңіз майланып кетті деп, мен оған жауап жазып қойдым. Мен сияқты кекіл қойып ал деп, бірақ та мен оны күліп айттым, ол да күліп салыпты. Енді ол өзіне күлген өзі біледі, мен достықпен күлдім. Сол алдында ғана мен күтім жайлы айта кетейін деп отырмын. Шаш күтімін байқасаңдар, міне менің шашым өте жалтырап, кәдімгідей таралғанда өзінен өзі жата кетеді. Ал сол күні мен жаңағы былай болады, менде бір 3 жұмыртқаны жағып массаж жасап тастаймын, жұмыртқаның сарысын ғана езіп. Содан кейін артынан айранның, ашып тұрған айранның сары суымен жуамын. Сары суымен жуған уақытта мына шашты міне мынандай қытырлатып, міне желпілдеп тұрған шаш. Осындай қылаттағы, ал керісінше кішкене айран қосып кеткен уақытта шаш жабысыңқырап тұрады. Біріне бір жабысып, мына шолқының бәрі жабысып түйіп тұрады.